Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Microsoft Visual Studio программаны қалай жүктеп алу керек және де қалай компьютерге орнатып, қалай баптау керектігін көрсететін боламын. Алдымен Google Chrome'ды ашамыз, яғни кез келген браузермен. Поисққа Visual Studio деп жазамыз. Негізі Visual Studio, сонымен қатар Visual Studio Code деген екі түрлі программа бар. Мұндағы Visual Studio Code деген программа ол тексттік редактор ретінде таралады. Бұл қолдануға жеңіл және де орнату оңай. Ал Visual Studio ол орысша айтқан кезде кәдімгі полноценный IDE, яғни бағдарлама құрастыру ортасы. Өздеріңіз үшін Visual Studio Code жүктеп орнатуға болады. Өте жеңіл. Мысалы басамыз. Қазір жүктеп алып орнату бірден көрсете салайын. Бізде жүктелді. Үстінен басамыз. Мына жерде я принимаю условия соглашения. Келесі. Ештеңе өзгертудің қажеті жоқ. Келесі. Мұнда да ештеңе өзгертудің қажеті жоқ. Келесін басамыз. Мына жерде рабочий столда ярлық қойсақ болады. Сонымен қатар добавить в path деген тұру қажет. Және басқаны өзгертудің қажеті жоқ. Далее басамыз. Және установить. Программа установить етілді. Мына жерде птичка тұра берсін. Завершитті басамыз. Visual Studio Code қысқартып VS Code деп айтады. Бізде установить етілді. Мына жерде баптауларды өзіміз жазсақ болады. Мен өткізе салайын. Және алғашқы программаның интерфейсі осылайынан көрінеді. Мен қатар мына жерде біз орысша өзгертуімізге болады интерфейсті. Ол үшін кнопканы басамыз. Да Russian деп жазуымыз қажет. Ең бірінші тұрған расширенияны, яғни кеңейтілімді install кнопкасы арқылы установить етеміз. Change language and restart басуымыз қажет. Программа бізде перезапускаться етіледі. Байқағанымызда бізде интерфейс орысша. Дальше жұмысымызды осында орындай берсек болады. Маған қазірше керек емес, программаны жауып тастаймын. Енді екінші келесі Visual Studio деген кәдімгі толық IDE, яғни құрастырушы ортаны қалай жүктеп, қалай орнату қажеттігін көрсетемін. Ол үшін мына жерде скачать Visual Studio'ны басуымыз қажет. Visual Studio Code, яғни VS Code пен салыстырмалы түрде орнату кішкене күрделірек. Бізде жүктеліп болды, осыны басамыз үстінен. Дан басымыз қажет, келісіміз қажет. Келесі продолжитті басамыз. Және мына жерде скачивание жүргізіледі. Ол біраз уақыт алады. Интернеттің жылдамдығына байланысты. Бізде осындай экран ашылады. Енді мына жерде ескертетін жайт. Алгоритм және бағдарламалау негіздері сабағында C++-те программа құрастыруды үйренеміз. Сол үшін бізге мына жердегі разработка классических приложений на C++ дегенге птичка қойымыз қажет. Одан кейін установить деген кнопканы басуымыз қажет. Интернеттің жылдамдығына байланысты бізде Visual Studio орнатылуы кішкене ұзақ уақыт алады. Мысалы, дәл қазір 2,191 гигабайт данный, яғни деректер жүктеліп жатыр. Күтуіміз қажет. Visual Studio установить етіліп болды. Одан кейін өз автоматты түрде программа ашылады. Мына жерде қазірше аккаунтқа кірудің қажеті жоқ. Пропустить в этот раз деген басамыз. Параметры разработки Visual C++. Мына жерде темная немесе светлая. Кімге қайсысы ұнайды, соны таңдасаңыздар болады. Запустить Visual Studio'ны басамыз. Программа бірінші рет запускать етілді. Біз создание проекттан таңдауымыз қажет. Мына жерден консольное приложение таңдаймыз.
Және байқасақ C++ Windows консоль деп тұр. Дәлен басамыз. Программаның атын жазамыз. Және программа қай жерде сақталу қажеттігін біз мына жерден таңдай аламыз расположениедан. Ол үшін мынаны бассақ, бізде экран ашылады. Мысалы, рабочий столға мен dev деген папка создавать етем. Devтің ішіне мысалы алгоритм program basic деп таңдайын. Және осының ішіне бірінші лапка деп жазып қойын. Лап бір мысалы. Выбор папки. Имя решения консоль application деп тұра берсін, оны өзгертудің қажеті жоқ. Және имя проекта тоже самое. Мына жерде имя проекта мен расположениені таңдаған кезде ағылшынша, яғни латынша әріптермен жазыңыздар. Орысша, кириллица жазуының қажеті жоқ. Создайтты басамыз. Проект бізде құрастырылды. Проектімізді іске қосу үшін локальный отладчик Windows'ты басуымыз қажет. Осындай қара экран шығады, яғни Hello World деген біздің алғашқы программамыз құрастырылды. Астында қандай да бір ақпараттық мәтін жазылған, ол жерде біз үшін маңызды ақпарат жоқ. Кез келген клавишаны бассақ, біздің экран жабылады. Проекттің структурасын біз келесі сабақтарда, келесі видеоларда қарастыратын боламыз.